Көп адамдар, ой, сен немене базарға шығып кеткенсің ба? Біздің қоғам бұл адамдарды төмен көрген сияқты болды. Содан кейін 90-шы жылдары приватизация болды. Аяқ асты бір адамдар қатты байып кетті. Сонда біздің санамызда қандай ой қалып қалды? Бұлар деген халықтың ақшасын жеп жемқорлар аяқ асты байып кетті. Демек бұл жаман адамдар деген сияқты мына ұғым басымызда қалып қойған. Сәлем, мен болашақ миллионерім, сәлем менің арнамның сүйікті көрермені. Бүгінгі біздің тақырыбымыз керемет. Сіздермен әдеттегідей Сәкен Сәмина ханым 8 жылдық тендерлік алаңдарда тәжірибесі бар практик тендерщикпін. Бүгін біз керемет тақырып талқылаймыз. Спекулянт. Спекулянт болған жақсы ма, әлде жаман ба? Сонымен, Қазақстанда неліктен кәсіпкерлер өте аз? Неліктен Қазақстанда дәулетті кәсіпкерлер өте аз? Бұның себебі 90-шы жылдары біздің мемлекет өзінің тәуелсіздігін алды. Бұл кезде әрине біздер мемлекетте керемет өзгерістер болды, жоқшылық болды, тапшылық болды. Сол кездер кейбір адамдар сатып алумен айналысады. Бұл кісілерді енді әртүрлі біреу спекулянт дейтін, біреу делдал дейтін, біреу посредник дейтін, біреу челночник дейтін. Енді бұл кісілерге бастапқыда бір менсінбеушілік болды. Көп адамдар, ой, сен немене базарға шығып кеткенсің ба деген сияқты бір біздің қоғам бұл адамдарды төмен көрген сияқты болды. Біздің мына санамызда қалып қалды. Спекулянт болған, болмаса челночник болған, болмаса делдал болған, бұл енді беделді бір жұмыс емес деген сияқты ұғым мына біздің басымызда қалып қойған. Содан кейін 90-шы жылдары приватизация болды. Аяқ асты бір адамдар қатты байып кетті. Сонда біздің санамызда қандай ой қалып қалды? Бұл спекулянттар, бұлар деген халықтың ақшасын жеп жемқорлар аяқ асты байып кетті. Демек бұл жаман адамдар деген сияқты мына ұғым басымызда қалып қойған. Қазіргі өмірге қараңызшы. Сол челночник пен спекулянт деп атаған қаншама сатып алып сатар, болмаса делдалдарды қараңызшы, қазір барлығы дәулетті кәсіпкерлер. Олар қоғам оларды қабылдамаса дағы әрекеттерін тоқтатқан жоқ. Ал енді қазір ойланып көріңізші. Заман өзгерді ғой. Қазір Қазақстанда өзінің ешбір дүкені жоқ. Өзінің ешбір өндірісі жоқ. Бірақ Қазақстандағы ең ірі онлайн магазин қандай? Өзіңіздің вариантыңызды бұл видеоның астындағы комментарийға жаза кетіңізші. Мен сіздерге уақыт берейін, ойланыңыз. Өзінің бір дүкені жоқ. Өзінің бір өндірісі жоқ, бірақ Қазақстандағы ең ірі онлайн дүкен қандай? Біреулеріңіз OLX деп жазған шығарсыздар. Біреулеріңіз AliExpress деп жазған шығарсыздар. Біреулеріңіз сату деген сайтты белгілеп кеткен шығарсыздар. Біреулеріңіз дұрыс жауап жазған шығарсыз. Ол Каспи. Каспиде бір дүкені жоқ. Каспиде бір өндірісі жоқ, бірақ ол Қазақстандағы ең ірі онлайн дүкен. Әр сатылымнан Каспи өзінің пайдасын көріп жатыр. Демек ол делдал. Демек ол спекулянт. Демек ол посредник. Бұлай қарасаңыз, енді Каспиді онлайн дүкені бар деп көп адамдар құрметтейді ғой. Қазір ситуация мүлдем өзгерді. Енді қоғам бұндай адамдарды қабылдап жатыр. Неге тендерлік алаңдарда конкуренция жоқ? Себеп мына біздің санамызда делдал болған, посредник болған, дұрыс емес деген ұғым қатып қалған. Себебі тендерде көбінесе посредниктер пайда табады. Мәселен, мен өзімді айтатын болсам, менде ешбір дүкенім жоқ. Менде бір склад жоқ. Менде өндіріс жоқ. Мен товарға қатысатын болсам, тендерге бір жерден аламын. Заказчикке тапсырамын, арасындағы пайдасын қалтама саламын. Мінеки тендерлік механизм осындай. Тендерлік алаңдарда көбінесе посредниктер пайда табады.
Сіздерде кәсіптің болуы, өндірістің болуы міндетті емес. Мемлекет мәселен, мысал ретінде қарастыратын болсақ, мәселен мемлекет белгілі бір товарды сатып алуға, болмаса белгілі бір қызметті сатып алуға, болмаса белгілі бір жұмысты сатып алуға белгілі бір қаражатты бөледі. Мысал ретінде миллион теңге деп қарастырайық. Бір кез келген товарға лампочкалар делік. Лампочкаларға заказчик бәленбай штук лампочканы сатып алам дейді, оған миллион теңге қаражат бөлінеді. Сіз дәл сол лампочканы барып дүкеннен қарасаңыздар, оның өзінің сатылған бағасы, мәселен, 500 мыңға айналады сізге. Сіз үстінен 200 мың теңге қосып, 700 мың теңге деп тендерге заявка беріп, ұтып алуыңыз мүмкін. Былай қарасаңыз, сізде ешқандай дүкен жоқ. Сіз барасыз, дүкеннен сатып аласыз, оны заказчикке жеткізесіз, тапсырасыз, заказчик қабылдайды. Заң аясында 30 күннің ішінде, практикада, тәжірибеде бір 7 күннің ішінде қаражатыңыз түседі. Былай қарасаңыз, сіздің жұмысыңыз товарды тауып алу, оны сатып алып, заказчикке жеткізу арасындағы пайдасын өз қалтаңызға саласыздар. Егер де біз жұмысты қарастыратын болсақ, мәселен бір ремонт делік, текущий ремонт. Текущий ремонтқа заказчик миллион теңге бөліп жатыр. Бір мектептің бірнеше кабинетін бояу делік. Сіз бригада табасыз, бригадамен келісесіз, бригада бұл жұмысты мүмкін 500 мыңға жасап бере аламыз деп келісетін шығар. Сіз 700 мың теңге деп бұл тендерді ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Бригада жұмысын атқарады, сіз орындалған жұмысты заказчикке тапсырасыз, арасындағы 200 мың теңге сіздің пайдаңыз. Бұл енді жай ғана мысал, тендерлердің сомалары әртүрлі, кішкентай да тендерлер болады, өте ірі тендерлер де болады, орташа тендерлер болады, ешқандай сомадан шектеу жоқ. Егер де қызметті алатын болсақ, мәселен, бухгалтерлік қызметтер. Дәл сол миллионды қарастыратын болсақ, заказчик бухгалтерлік қызметтерге миллион теңге бөледі. Сіз бухгалтерлер командасын тауып аласыз, солармен, мәселен, 500 мың теңгеге бұл қызметті атқару үшін келісіп аласыз, 700 мың теңге деп беріп, 700 мың теңге деп қатпаған баға жоқ, ол өзіңіздің қанағатыңызға байланысты. Мәселен, егер де бухгалтерлік қызметтер 500 мың болса, сіз өзіңіз ойланасыз, маған қаншама ақша жеткілікті. Мүмкін 200 мың, мүмкін 300 мың, мүмкін 50 мың теңге, ол өзіңіздің қанағатыңызға байланысты. Тендерді ұтып аласыз, командаға төлейсіз, қалған ақшасы сіздің пайдаңыз. Мінекей, тендерде ешқандай кәсіпсіз, өндіріссіз, дүкенсіз жақсы пайда табуға болады. Бұл делдалдық. Бұл енді басқашалап айтсақ, енді қандай біз спекулянт деп айтады ғой. Спекулянт жаман сөз емес. Делдал ол жаман сөз емес. Посредник ол жаман сөз емес. Бұл адал еңбек. Сондықтан да бұл жерде әрине еңбек жасау керек. Әрине өзіңізге алған міндеттемелерді толық орындау қажет. Бұл жерде келісім шарт болады. Тендер бұл ойыншық емес. Бұл жерде сіз өзіңізге мойныңызға алған міндеттемелерді толық орындауыңыз қажет. Егер де сіз енді тендер жайлы тағы да көбірек ақпарат білгім келеді, тегін консультация алғым келеді десеңіз, онда бұл видеоның астындағы ссылка бойынша өтіп, толық тегін консультация алып алыңыздар. Бұл маған ақпарат жеткіліксіз, менде қосымша сұрақтарым қалды десеңіз, видеоның астындағы комментарийге сұрақтарыңызды жаза кетіңіз. Мүмкін келесі видеода мен сіздің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Енді әрине біздің арнамызға жазылып кетіңіз, колокольчикті басыңыз, себебі біздер әлі де көп пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Тендердің қыр-сырын осы YouTube арнамызда бірге талқылайтын боламыз. Әрекетке берекет, кездескенше.